Базаралының сөзіндегі тақ шыққан талай талқыдан деген сөздегі болса, талқы деген сөздің жалпы бізге бір түсіндіре кетсеңіз. Терінің керіп, созып, иін қандырып жұмсартатын ағашты айтады екен да қазақта. Әне. Ортаға салып, талқыға салды дейтін сол екен ғой. Мәрттің бұл қарама-қарсы түрі бар, нәмәрт дейді. Иә, дейді. Нәмәрт деген сөз қазір қалып бара жатыр, жоқ. Қай жерге қолдану екенін білеміз да. Бірақ сол сөздің жаңағы мынандай мағынасын біле қоймаймыз ғой. Осы азаттық деген сөз нені білдіреді сөз? Қалай ойлайсыздар, қалай түсінесіздер осы сөзді? Керегенің тез ашылып, тез жиналуына да, тез құрылуына да соның септігі бар екен де өзінің. Соны азат деп айтады екен да. Тез келдім. Бірақ енді тез дейтін басқа бір дүние бар тағы да. Тез деген. Сен бір қысыр әңгімелерің бар еді. Енді мор деген сөз де бізде айтылмайды. Мор деген сөздің деп жалпы баламасында екі жағы айтылады, екі түрлі.